күніне арналған тәрбие сағаты өткен болды, иә. Біздің ол балалар. 12-ші сәуір күні бізде ғарышкерлер күні, иә. Бізде мына жерде көрсетіп балалар. Кімдер Ғарышкерлер күні қай жылы қай күні жарияланды? 1962 жылы 12 сәуір. Қане, енді оны біз QR-мен тексеріп көрейік, иә? Ақмаралдың жауабы дұрыс па екен? Дұрыс айтасың. 1962 жылы 12 сәуір күні жарияланған. Жақсы, Ақмарал, отыра ғой. Сұрағыңды оқы. Не деп айтады? Скафандр деп айтамыз. Жақсы, қане, сканермен көрейік. Өте дұрыс жауап. Скафандр деп атады екен. Жақсы, жарайсың, Амир, отыра ғой.